Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін осындай коржик дайындаймыз. Сол үшін бізге жұмыртқа, разрыхлитель, май, шекер және ұн қажет. Алдымен майды саламыз. Май кішкене ерітілген болу керек. Шекер қосамыз. Разрыхлитель. 1 чайный ложка разрыхлитель қосамыз. Миксерлейміз барлығын. Осылай миксермен миксерлеп аламыз. Содан кейін жұмыртқаны саламыз. Ұн қосамыз. Қамыр жасаймыз.